Сәлем достар, сіздермен Аниме Кезет арнасы. Осы видеода Токиолық кек анимесінің бірінші сезонын қысқаша айтып беретін боламын. Арнаға тіркеліп лайк қойып алсаңыздар, мен видеомды бастаймын. Анименің басында кір қожалақ өмірі қызықсыз Такемичи Ханагаки есімді басты кейіпкермен таныстырады. Ол өзінің үйінде теледидар көріп жатқан кезде жаңалықтардан оның бұрынғы қызының жол апатынан қайтыс болғандығын естиді. Және де көңілсіз күйде өзінің жұмысына аттанады. Өмірде ешқандай жолы болмайтын Такемичиді үйде татешкасы, ал жұмыста жұмыстастары сөге береді. Кейіннен Такемичи жұмысынан шығып метро күтіп тұрғанда оны біреу метроның алдына итеріп жібереді. Және де оның көз алдына өзінің бұрынғы қызы елестейді. Және де Ханагаки Такемичи 2017 жылдан 2005 жылға ауысып түседі. Жарқ еткен сәуледен кейін оны достары шақырып атқандығын түсінеді. Және де өзінің ескі сыныптастарын көреді. Өзінің тірі қалғандығына қуанып келе жатқан Такемичи ұялы телефонынан 2005 жылдың тамызының 4 екендігін көріп вахуй болады. Ескі өмірінен кайф алып жүргенде олардың алдына старшактар пайда болады. Әдеттегідей старшактар парш-пош тарш етіп оларды сабап өз жөндерімен кете береді. Ал Такемичи болса өзінің болашақта да тіпті өткен кезде де әлсіз екендігін және ешқандай абырой жоқ екендігін ойлап, көзін жасқа толтырып бір-екі рет жылап алады. Кейіннен Такемичи болашақта көз жұмған өзінің ескі қызын ойлап, соған қарай жол тартады. Және де таныс болыңыздар, Хината Тачибана. Такемичи оның тірі жүзін көргеніне қуанып, өз үйіне қарай жол тартады. Жолда бұзақылардың бір баланы қинап ұстап отқандарын көреді. Және де өзінің батырлық, геройлық сезімі ояна бастайды. Бұрында чорт болдым, қазірде чорт болам ба деп жүгіріп келіп бір шапалақ тартып жібереді. Ал бала болса құтқарған Такемичиге өзінің көптеген алғыстарын жаудырады. Сөйтсек бұл бала Хинатаның інісі Наото Тачибана екендігі айтылады. Такемичи болса өзінің болашақты көре алатындығын айтып, әпкесінің қайтыс болатын күнін айтады және оны қорғауын сұрайды. Және де екеуі қол алысады. Бір кезде пам! Осылайша Такемичи палатадан оянады және өзін түс көрдім деп ойлайды. Бірақ шын алдына қараса Наото Тачибананы көреді. Наото оған өзінің сол кездегі шегол екендігін және де әпкесінің дәл сол күнде қайтыс болғандығы туралы айтады. Және де ол Такемичиді іздеп келіп метродағы сәтте құтқарып қалғандығы туралы айтады. Бірақ та ол әпкесінің көз жұмуына қатысы бар адамдарды бірге табу керектігін Такемичиге айтады. Ал Наото болса оларға осы іске қатысы бар Кисаки және Манжиро бар екендігін туралы айтады. Және олардың белгілі бір банда ұйымының мүшесі болғандығын айтады. Біз оны тоспа деп айтамыз. Кейіннен олар Хинатаның өліміне қатысы бар екі күдікті осылар екендігі туралы талқылап, осыларды толығымен ұстаймыз деп келісіп қол алысады. Осылайша тағы да телепорт орын алып Такемичи көзін ашады. Сөйтсек оны старшактар бір NPC-мен төбелестіріп қойғандығын көреді. Және де барлығы ставка тігіп олардың қырылғандарын күтіп отырады. Бір-екі сәттен кейін бір шапалақ Такемичи күлге ұшады. Оны жеңеді деп ставка тіккен старшак оны жеңілген үшін сабап аямай таяқпен соққыға жығады. Қараңғы Токионың көшелерінде Такемичи ұзақ ойға ойланып келе жатады және де Хинатаға баруды шешеді. Және де ол Хинатаға өзінің енді крутой болатындығын және де сені әр кезде қорғайтындығын туралы айтады. Ал Хината сәл ұялып қалады. Келесі күні Такемичи ең басты старшакқа барып, паразым шығасың ба деп айтады. Осылайша крутой жекпе-жекте Такемичи пах-пах етіп таяқ жеп алады. Қанша рет таяқ жеп жатса да 12 жыл бойы ішінде оянбай келе жатқан намысын оятып старшакқа қарсы нормально тұрып береді. Және де олардың артынан тоқта деген дыбыс естіледі. Сөйтсек бұл Тосва ұйымының беделді мүшесі Дракин екен. Ал оның қасында Тосва ұйымының басшысы Майки. Осы мектептің старшагы Кёмасаға қарап ол балаларды бостан-бос ұра беретіндігі туралы айтып ішінен бір тебеді. Ал Майки болса Такемичиге жақындап түріне қарап тұрып, «Чоты нормальный пацанға ұқсайтын сияқтысың ғой» дейді де старшакты сабауға жөнеледі. Бойы кішкентай болса да оңқай солақай де старшакты шашып жібереді. Және де Такемичиге бір бұрылып, біз әлі кездесеміз дейді де өз жөнімен кете береді. Ал Такемичилер болса кешке сәл бухайт етеді. Келесі күнде сабақтың үстінде Майки мен Дракен келіп Такемичиді старшактардың үстімен тапап жүріп алып кетеді. Және де Такемичиге өздерінің ұйымдарына қосылу керектігі туралы айтып жатады. Ал Хината Майки
Майкиге шапалағын тартып жіберіп Такемичиді алып кетпекші болады. Ал Дракен оған неге Майкиге қол жұмсайсың, қазір бір жерімді айырам дейді. Ал Такемичи болса Дракенді тоқтатып Хинатаға тиіспеуін айтады. Майки бұрылып қазір көтінді айырам дейді де оның прикол екендігін айтады. Ол Такемичиге сабақтан кейін кездесетіндігі туралы айтып, өзінің қыздарды ұрмайтындығын айтады. Қайта басқа анимелер сияқты қыздармен спаррингке шығып, оларды патыр-шатыр етіп шаш жасамайды екен. Ато Хинатаны талдырып тастайтын. Және де олар сабақтан кейін бірге велосипед теуіп, бір-бірімен жақсы әңгіме айтады. Ал Майки болса Такемичидің өзінің командасына қосылғандығымен құттықтайды. Кейіннен Такемичи ойланып келе жатып, Майкидің жаман адам еместігін және де жол апатына дым қатысы жоқ екендігі туралы ойлап келе жатады. Және де оның қасынан Кисаки өтіп кетеді. Ал Такемичи болса тупойланып, оның кім екендігін ойлап есіне түсіре алмай қояды. Кейіннен пацан қыздың қолын ұстаймын деп басқа біреудің қолын ұстап қояды. Және әдеттегідей телепорт. Көзін ашса алдында Наото тұрады. Және де Наото оған сен өткен жаққа өткеннен кейін мен жақсы мәліметтер таптым дейді. Және де Такемичидің ескі досын көрсетеді. Ол Старшакты пышақтап кетіп және түрмеге түседі. Сол негізінде Хинатаның өліміне қатысы бар екендігі туралы ойлайды. Және де олар Такемичидің үйіне жол тартады. Наото Такемичидің үйіне қарап, сен бомжсың ба деп сұрақ қояды. Және де олар Такемичидің досымен кездеседі. Ал Такемичидің досы болса оны үйдің шатырына дейін әкеліп, көріспегенімізге көп болды дейді. Кейіннен ол Хинатаның өліміне қатысы бар екендігін және де Такемичиді өлтіргісі келгендігін, бірақ оны Наото құтқарып қалғандығы туралы айтады. Және оны осы іске біреудің қинап істеп отырғандығы туралы айтып, өзінің бұл өмірден шаршап кеткендігі туралы айтады да үйден секіріп кетеді. Такемичи досының көз жұмғанына қайғырады, ал оларды біреу сырттан аңдып тұрады. Короче, одан кейін олар барлық істердің аяғында бір адамның жасырын отқандығы туралы ойлайды. Кейіннен олар күдіктілердің арасында Досва ұйымының екінші лидері, яғни айтқанда Дракеннің жоқ екендігіне көз жеткізеді. Майки мен Дракен бірге жүргенінің өзінде Дракен не үшін күдіктілер тізімінде жоқ екендігі туралы ойлап, олар телепорт жасайды. Такемичи көзін ашса, алдында бір қыз тұрады және телефонға қоңырау, Такемичи жоқ. Жүгіріп Такемичи жолда кетіп бара жатқанда алдына Хината шығады. Хината Такемичидің бетіне ұзақ тесіліп қарап тұрып, одан ешқандай характерді сезбейді және ешқандай күдік тудырмайды. Кейіннен Такемичиге қоңырау келіп, олар Досва ұйымына кездесуге барады. Оппа, мен сені танимын ғой дейді. Сөйтсек, бұл Эмма есімді Майкидің қарындасы болып шығады. Досва ұйымдарының не үшін жиналып жатқандығына келер болсақ, олар басқа ұйым Мевиус ұйымына қарсы өздерінің отрядын жинап жатады. Майки командаға шығып, өзінің ұйымына көптеген жақсы қанатты сөздерді айтады. Оған әсерленген Досва ұйымының мүшелері оларды смело айырып тастайтындықтары туралы айтады. Ал Такемичиге келер болсақ, Такемичи Майкидің кішкентай бала секілді екендігін аңғарады. Тіпті оны ұйықтап жатқанда Дракен арқалап жүретіндігі туралы ойлайды. Ал Дракенге келер болсақ, ол кезінде жақсы жүретін пацан болғысы келген екен. Сосын татуировка салатын жерге барып, басына айдаһардың, яғни айтқанда драконның татуировкасын салдырып алады. Ол сол кезден бастап өзін Дракен деген лақапатпен таныстырып, көптеген бұзақылардың жанын шығарады. Кейіннен ол бір деген ұйымдарға өзін Дракен деп таныстырып, Старшактардың ұйымына кіргісі келеді. Ал Старшактар оған Майкиді алып кел деп тапсырма береді. Ал Майки болса келе сала Старшактардың ең мықтысының бетіне манқ еткізеді. Осы сәттен бері Дракен екеуі дос болып кетеді. Болашақта Такемичи мен Наото Мевиустың бұрынғы басшысымен кездеседі. Бұрынғы басшы болса өзі психикалық аурумен сәл-пәл ауыратындығы туралы айтады. Және де Досва мен қырылған сол оқиғадан кейін өзінің стройкада жұмыс істейтіндігі туралы айтады. Сол кезде не болғандығын аныққандығын білу үшін Такемичи өткенге аттанады. Ары қарай бізге Такемичи осы орынға келгендігін көрсетеді. Одан кейін бізге интрига ретінде Такемичи мен Пончиктің төбелескен жерін көрсетеді. Ол кезде Мевиустың жаңа басшысы келеді. Одан кейін біз екі жақтың соғысы, яғни айтқанда Пачинин мен Осанайдың бір-біріне қарсы жекпе-жегін көреміз. Бұл жерде біз Осанайдың ерекше мықты дарын
қуанышты екендігін көре аламыз. Ол Пачинді оңайлықпен жеңе салады. Және де Пачин Майкидің иығына құлайды. Ал Майки болса, бұл жерде кім бастық екенін саған көрсетейін, дейді де Пачинді жерге қойып, Мивиусты оң аяғының бір соққысымен жерге маңқ етеді. Ал жеңілгенін көтере алмай қалған Мивиустың басшысы Майкиге қарай сынық бөтелкемен жүгіреді. Бізге сәл интрига ұстап тұрғанда, сөйтсек Дракен оның жағын айырып жіберген екен. Полицейлер келіп жатқанда бәрі пытырап қаша жөнеледі. Ал жеңілгенін көтере алмай қалған Пачин Осанайға пышақ тығып үлгереді. Оны көрген Майки Пачинге қаш деп айқайлайды, бірақ Пачин өзінің кінәсі ретінде сол жерде қалады. Одан кейін қашу барысында біздің Такемичи жерге тыңқ етеді, ал оны Дракен үйіне дейін әкеліп тастайды. Әрі қарай бізде Майки мен Дракен сол жерде болған оқиға үшін сөзге келе бастайды. Ал Такемичи болса осы кезде Дракенді өліп қалады деп ойлайды. Және де Майкиді тоқтату үшін ол соққы бергісі келеді, бірақ жерге өзі амп етеді. Кейіннен Майки олардың әрқашан сөзге келе беретіндігі туралы айтып бәрін түсіндіреді. Пачинді осы кезде түрмеге алып бара жатқан сәтті бізге көрсетеді. Әрі қарай мерекелік сәтке ауысады. Қыздар шырттай киініп алған. Такемичи мен Дракен риза. Ал Такемичи мен Хината енді бір-біріне жақындай берген кезде қоңырау шалып қалады. Осы кезде оған звондаған досы Дракенге қастық жасалайын деп жатқандығы туралы айтады. Сіздерге шағын спойлер, яғни айтқанда түсіндіріп кетейін. Болашақта Дракен өлді деген хабар келеді. Сол себепті Такемичи Дракеннің өлімінің алдын алуға шешім қабылдаған. Сөйтсек шынымен де Досваның сатқындары Мивиустың адамымен сөйлесіп тұрғандығы айтылады. Және де бір сатқын Такемичиді ұстап алып келеді. Мивиустың адамдары басшысының кегі ретінде Дракенді өлтіруге шешім қабылдаған екен. Ал Такемичи болса отырып, жалынып, оларды Дракенді өлтірмеуді сұрайды. Кейіннен олар Такемичиді ұрып теуіп байлап кетіп қалады. Бір кезде Хината келіп Такемичиге күш-жігер береді. Қандай күш-жігер мынау? Күш-жігерге тойып алған Такемичи жолдан Мицуя, яғни Досва командирлерінің бірін кездестіреді. Ол да Дракенге қастық жасалады дегенді естіп, сол жаққа қарай аттанып бара жатады. Осы сәтте сатқын екендігін білмеген Дракен онымен сөйлесіп тұрған кезде артынан адам келіп осындай сәт туады. 3 ақпан күні болған төңкеріс, яғни айтқанда Такемичи болашақтан көріп келген жағдайлармен келсе, осындай кадрларды көреді. Осы сәтте мотоциклімен Майки де келіп қалады. Ол Мивиустың адамдарына нормальный таяқ керек-ау дейді. Жаңа басшы Сюдзи Ханмамен таныстырады. Ол өте мықты төйлесетін адам, тіпті Майкидің оңаяқтық соққысын қолымен қайдарып тастайды. Және де Досваның талпы адамдары келіп, нағыз шайқас басталады. Досваның адамдары любой адамдарды оңды-солды шаша бастайды. Ал Такемичи болса патыр-пұтырдың арасында Дракенге бір атқан біреуді көреді. Және де сол адамды ұстап қалған сәтті пайдаланып, оны алып қаша жөнеледі. Дракеннің өлмеуін қадағалап 34 килограмм мен 64 килограммды көтеріп бара жатады. Осылайша олар жолда кетіп бара жатқанда алдарына сатқын досвалақтар шығады. Ал ол сатқындарға қарсы Такемичи өзім шығамын дейді. Барлығы Такемичиге ставка тігуді бастайды. Біріншісі 100 юан, біреуі хата, біреуі пелмен тігеді. Бой бастала сала Такемичи қолымен пышақты тосып алады. Және де қолындағы пышақтың ауруына қарамастан досвалақтарға қарсы соғысуын жалғастырады. Алғашқы сатқындардың командирі оны қанша рет ұрса да, ол оның төбесіне мініп, оны қылқындыруға көшеді. Ақыры қылқындыруға шыдамаған сатқындардың басшысы есінен талып қалады. Қалған сатқындарға қарсы соғысуға Дракен өзінің көмегін ұсынады. Ал сатқындар болса оларға қарап смело алып тастаймыз деп отырады. Осы сәтте күтпеген жерден Такемичидің достары пайда болады. Такемичидің достары қолдарынан келгенше оларға қарсыласады. Ал Майкилерде болса барлығы ойдағыдай болып жатқан кезде Сюдзи Ханма оларға шегінуді бұйырады. Және істің бұнымен аяқталмағандығын айтады. Ал ауруханаға келер болсақ, бұл жақта Дракенмен кездесуге рұқсат етіледі. Такемичиді жеке шақырып алып, Дракен оған өзінің кеудешесін береді. Ал Такемичи болатын болса, Хинатаға өзінің алқасын сыйлайды. Осылайша ол болашаққа келеді және өзінің досын кезіктіреді. Егер де досым осы жерде болса, демек Хината тірі деген тоқтамға келеді. Және оған Наото қоңырау шалып, Хинатаның сол оқиғада тірі қалғандығы туралы айтады. Ал Такемичи болса өзінің көз жасына ерік береді. Әрі қарай Наото, Хината және Такемичи бірге кетіп бара жатады. Жолда Наото Хината мен Такемичиді жалғыз жібереді, ал
ал олар серуендеп жүреді. Кейіннен Такемичи осындай өміріне риза болып тұрған кезде Хината оған бір нәрсе айтпақшы болады. Ал Такемичи болса Хинатаға сәл күте тұруын айтып, өзі әжетханаға жүгіріп кетеді. Такемичи әжетханада тұрғанда оған Кисаки жақындап, сен мына жерде жүрсің ба? Мен екеуіңді бірден өлтірем ғой деп ойлап едім, дейді да кетіп қалады. Ал Такемичи болса бірден көлікке жол тартады. Хината отқан көлікке соқтыққан көліктің рөлінде оның досы отырады. Және де ол Такемичиге қарап өзінің басқа амалы болмағандығын айтып кешірім сұрайды. Осындайларды көрсем бар ғой, андайлар есіме түсіп кететіні бар емес пе? Әрі қарай жанармай төгілген жерге оттық құлап, ол жер өртене бастайды. Ал көліктің ішінде қалып қойған Хината болса өзінің қыстырылып қалғандығын және де шыға алмайтындығы туралы айтады. Ал Такемичи болса сен мың рет өлсең, мен сені мың рет тірілтуге дайынмын дейді де өз жолын жалғастырады. Наото мен Такемичи не болғанын түсінбей қалды. Себебі ол кезде Дракен де тірі, тіпті Майки де тірі болған еді. Бірақ қалайша Кисаки сұрапыл іске барғандығы туралы ойлайды. Және бұның шешімін табу үшін олар түрмеде отырған Дракенге жол тартады. Дракенге келіп көптеген заттарды сұрайды. Майкидің қайда кеткендігін және де Кисакидің кім екендігін. Бірақ Дракеннің айтқандығынан біз дымда түсіне алмай қаламыз. Әрі қарай бізге сол кездегі оқиғада не болғандығын білу үшін сол кезге аттанамыз. Бұл кезде Майки 3-ші отрядтың команданың жетекшісі ретінде Кисакиді тағайындап жатады. Такемичиге бұл жүздер өте қатты таныс сезіледі. Және де ол бұл баланы сол кездегі бала екендігін бірден түсінеді. Әрі қарай бізге Майкидің жаңа 3-ші отрядтың басшысы ретінде Кисакиді сайлап жатқан кезіне ораламыз. Барлығы осы лауазымды Кисакиге таңғалып жатқан кезде оны келіп Такемичи маңқ еткізеді. Бұл соққыдан кейін барлығы бірден абыржып қалады және де оны не үшін істегенін түсінбей қалады. Кейски Баджи есімді Досва ұйымының негізін салушылардың біріне бұл Такемичидің істегендігі ұнамай қалады. Ал Кисаки болса орнынан тұрып бір нәрселерді гүбірлеп Такемичиді маңқ еткізеді. Такемичи көзін ашса оның қасында Майки отырады және де ол Такемичидің неге бұлай істегендігі туралы сұрайды. Ал Такемичи болса оған нақтырақ жауап бермей, бірақ өзінің Кисакиге қарағанда көзқарасының жаман екендігін түсіндіреді. Ал Майки болса өзімен бірге ең алғашқы Досва ұйымын құрған адамдарды айтады. Және де Кейсики Баджи өзінің жан достарындай болып кеткендігі туралы айтып, Такемичидің істегені орынсыз екендігін түсіндіреді. Ал Такемичи болатын болса, ол айтылған адамдардың ішінде біреуі жоқ екендігін түсінеді. Және де екеуінің әңгімесіне осы кезде Мицуки араласады. Және де ол Такемичи мен амандасып Майкиге кету керектігі туралы айтады. Әрі қарай бізге Досва ұйымының алғашқылары туралы көрсетеді. Олардың арасында біреуі таныс емес екендігін аңғарамыз. Кейіннен Такемичи өзінің достарымен бірге Досва ұйымының шежіресін ақтарып отырады. Олар ол ұйымдағы адамдардың аттары мен және олардың кімдер екендігі туралы айтып шығады. Және де әңгіменің барысында қарсылас ұйымның басшысы Жана Ханма туралы да айтып кетеді. Кейіннен олардың қасына Ханимия Кадзутора жақындайды. Кейіннен оның татуировкасына қарап біз оның ұйымдағы адам екендігін түсінеміз. Ол Такемичиді бұрыннан танитын адам құсап қолынан ұстап бір жерге апаратындығы туралы айтады. Және де олар Досваның қарсылас ұйымына келеді. Бұл жерде Хайзаки Баджи және де басқа да сынды сатқын адамдар жүргендігін аңғарамыз. Олардың Ханмаға сатылып кеткендігін біз осы сәттен бастап түсінетін боламыз. Осы сәтте ортаға Ханма шығып өзі жалынды сөздер айтып өзінің ұйымын жетелей бастайды. Олардың басты ұрандары Досваны құрту болып табылады. Ал Такемичи болса Баджи мен Кадзутораның сатқын екендіктерін және де олар неге Досва ұйымының сатып кеткендігі туралы сұрайды. Ал Баджи болатын болса олардың үстіне киіп тұрғандары Досваның киімі болғандығымен олар Досваны не үшін сатып кеткендіктері туралы айтуды жөн көреді. Әрі қарай флешбек. Олар Досва ұйымының негізін қалайды және әрқашан бірге жүруге ант береді. Ол кезде кез келген Вандада өздерінің арнайы мотоциклдері болатын. Бір-біріне деген қарсыластық және олардың негізгі көздері олар мотоцикл болып табылатын. Ал Досва ұйымы болса жаңадан құрылып жатқан
құрған ұйым болғандықтан оларда қаржылай мәселелердің кесірінен оларда мотоцикл болмайды. Ханман мен Кадзутора бір күні кешкі жақын бір чотки мотоны көріп қалады. Және олар екеуі осы мотоны армандап түнде осыған ұрлыққа түседі. Осы мотоны ұрлап кетіп қаланың көшелерінде зулап жүруді олар армандайды. Мотоны ұстап тұрған жіптерді кесіп, енді мотоциклді алып кетейін деп жатқанда оларды біреу көріп қалады. Және де Баджи сасып қалған кезде Кадзуторо ол адамны артынан ұрып, оны талдырып тастайды. Өте қатты басқа тиген соққыдан адам тірі қала алмайтындығы анық болады. Ал Баджи болса ол адамға қарап, бұл Майкидің туған бауыры екендігі туралы айтады. Олар Майкиге мотоцикл беріп қуантқысы келді, бірақ олар Майкиді қуантудың орнына қайғыртып жібере алды. Осылайша екеуі де 4 қабырғалы түрменің артынан бір-ақ шығады. Осылайша флешбек аяқталады. Әрі қарай бізге жолда кетіп бара жатқан Такемичиді көрсетеді. Ол манағы Мидиус бандасына таяқ жеп жатқан Чибиу Мацуноны кезіктіреді. Ол екеуі бірін-бірін көре сала таныса кетеді және де сол кездегі болған оқиғаларды айтады. Әрі қарай олар Майкиге барып Мидиус ұйымының қандай сұрапыл планды ойластырып жатқандығын айтпақ болады. Және екеуі Майкидің ағасының зиратына қарай аттанады. Әрі қарай Тена Майкидің ағасының зиратына ауысады. Ол жақта барлық болған жағдайды естіп алған Майки ағасының өлімі және де басқа да себептер Мидиус бандасына кек алатындығы туралы айтады. Және де соның ішінде Кадзутораны өлтіретіндігі туралы басып айтып қалады осы жерде. Әрі қарай бізге Мидиус ұйымының бұрынғы басшысымен кездестіреді. Ол сол оқиғадан кейін өзінің басшылығынан бас тартып және де қарапайым өмірін сүріп жатады. Оған қарсы Пончиктің әділетсіздікпен арқасына соққан пышағы оған деген өшпес жара қалдырады. Және де ол өзінің орнын Ханмаға беруді шешеді. Және де ол Такемичидің ерекше сұрағы Кисаки мен Майкидің байланысы туралы да бір-екі мәліметтерді айтып қалады. Және де Майкиге Кисакидің керек екендігінде дөп басып айтады. Әрі қарай бізде Такемичи алдағы болатын Мидиус ұйымына қарсы сұрапыл шайқастың болжамын білу үшін болашаққа аттанады. Болашақта түрмеде отырған Дракеннен ол сол кезде не болғандығын сұрайды. Ал Дракен болса сол кезде Майки өзінің сөзінде тұрып Кадзутораны ұрып өлтіргендігі туралы айтады. Және де оның кінәсін өзі Дракен алып қазір түрмеде отырғандығы туралы айтады. Осы сәттен бастап Кисаки Майкиді басқара бастайды, ал Майки болса бүкіл сөзін Досваға жүргізеді. Әрі қарай Такемичидің негізгі планы болып Майкиді адам өлтіргізбеу деген планды жүзеге асырғысы келеді. Және де Чифую екеуі өткен шақта Баджимен кездеседі. Мидиус пен Досваның арасындағы соғыс болмауы керектігі туралы дипломатияны Баджимен келісе алмағаннан кейін олар осы сұрапыл соғысты өткізу керектігін түсінеді. Және әрі қарай алаңда кездесетіндері туралы айтады. Көптен күткен шайқаста келіп жетті. Мидиус ұйымына қарсы Досва. Барлығы өте қызу жүре бастайды. Дракен Майкиге жағаласпау үшін Ханманы маңқ еткізеді. Көзі кекпен өшпенділікке толған Майки қандай жолмен болса да Кадзутораға қарай қадамын жалғастырады. Әрі қарай бізде кішкентай Майкидің басындағы флешбектері өтеді. Кадзутора қолындағы темірі арқылы Майкиді маңқ еткізбекші болады. Көмекке келе жатқан Дракенді Ханма маңқ еткізеді. Флешбектерге тойып алған Майки болатын болса, олардың барлығын бір аяқпен жерге амп еткізеді. Және өзі де соққылардың ауырлығынан тізеге отырады. Оны көрген барлық Мидиус және де Досва ұйымдарының адамдары оларға қарай жүгіре жөнеледі. Барлығының Майкиге үлгеріп қала жатқандығын көрген Такемичи өзінің үлгермейтіндігін түсінеді. Бірақ Майкиді дер кезінде Кисаки құтқарып қалады. Және басқа да топтың капитандары барлығын оңды-солды шаша бастайды. Осы сәтте Такемичи өзінің қаншалықты Кисакиден алыс келе жатқандығын түсінеді. Бірақ бір сәтте Кисакиді Баджи қолындағы темірімен маңқ еткізеді. Ал Баджиді Пончик болса бір қолмен ұстап лақтырып жібереді. Әрі қарай бізге Такемичиді көрсетеді. Ол өз кезегінде Баджиді итермекші болады, бірақ оларды біреу тіреп қалады. Қараса Кадзутора Баджиге пышақ соғып алған болады. Осы сәтте Кадзутора өзінің ұйымдағы адамдарға бар күштерін салу керектігі туралы айтады. Ал осы сәтте ұйымның адамдары трубалармен Досва ұйымын шаша бастайды. Өз кезегінде Баджи қансыраудың нәтижесінде есінен танып қалады. Ал Майки болса өзінің Фермини
ине соққысымен Ханманы жерге маңқ еткізеді. Кейіннен Майки Кадзутораны өлгенше сабай берген кезде Кадзутораның көзінде флешбектер ойнайды. Әрі қарай Кадзутораның көзіндегі флешбектер аяқталға бергенде Баджи орнынан тұрады. Сөйтіп сәл ғана қадамдардан кейін Баджи өзінің қолындағы трубасы арқылы ішінен маңқ еткізеді. Өзінің өзіне қол жұмсау арқылы Баджи өзінің інісі Шифуюдың қолынан қаза табады. Ал Шифую болса еріксіз көзіне жас алып қана отырады. Осы сәтте оны енді ғана өлтірейін деп қалған Майкидің алдына Такемичи шығып қалады. Және де Наруто терапия деген сияқты қылып өзінің сөздерімен олардың ескі кездегі достықтарын айтады. Досва ұйымының ең алғашқы ашып бастаған кездегі фотосуретке қарап Майки өзінің еске ала бастайды. Және сол кездегі болған қызықтарды есіне алып флешбектер басталады. Осы сәтте Майки өзінің көзіне еріксіз жас алады да басқаларға қайтуды бұйырады. Осылайша шайқас Досва ұйымының жеңісімен аяқталады. Әрі қарай екі жақтың ұйымының тарауымен осылайша соғыс аяқталады. Әрі қарай бізге ағасының зиратының басында отырған Шифуюды көрсетеді. Ол жартылай ішілген Ролтонды ағасының зиратының үстіне қояды да флешбектерді есіне ала бастайды. Шифую кішкентай кезінде сәл бұзақылау болған екен, ал оның ағасы керісінше ботаник болды. Және де ол ағасын бейшараға санап, ол оны әрқашан қорғап жүру керектігін сезінетін еді. Және ол ағасының неге тым көп оқитындығын, оның орнына ол жаттығу жасау керектігі туралы айтады. Және де бір күні кешкі жақын Шифую мен ағасы қайтып келе жатқан жолда олардың алдарына көптеген бандалар шығады. Шифую қанша тырысқанымен оның күші жете қоймайды. Осы сәтте оның ағасы Баджи келеді де барлық банданы шашып тастайды. Кейіннен ол Шифуюға өзіңді ғана қорға, мені қорғаудың қажеті жоқ дейді де осы Ролтонды қалдырып өз жөнімен кете береді. Осылайша флешбектер аяқталады. Әрі қарай Баджидің өлімін өзінің мойнына алып темір тордың ар жағында отырған Кадзутораны көрсетеді. Ол Дракен мен Такемичиге сол кезде Майкиге жақсылап рахмет айтылмағандығын және де ол ағасының өліміне қатты ұялатындығы туралы айтып та қалады. Әрі қарай Такемичи сол кездегі флешбектерді саралай келіп Кисакидің кінәсі бар екендігін түсіне бастайды. Әрі қарай бізге Такемичидің осы шақтағы өзінің жақсы өмірін сүріп жатады. Майки өзінің Эммасымен бірге табысады. Ал Такемичи болса Мицукиден жаңадан форма жасап беруін сұрайды. Кейіннен Майки өзінің тобының жаңа жетекшісі етіп тағайындалады. Кешкі жақын жиналыс басталады. Жиналыста Досва және Мивиус ұйымдары өзара достық келісім шартына қол қояды. Және де екі жақтың қол алысқандарына куә ретінде Кисаки тағайындалады. Аздап сасып қалған Такемичи Кисакидің не үшін бұл жерде тұрғандығын түсінбей қалады. Бірақ та не болса о болсын, ең бастысы болашақтағы Хинатаның тірілуі, яғни айтқанда өмірде тірі жүруі керек екендігі туралы айтады. Одан кейін ортаға Шифую шығады және Майки оны бірінші отрядтың басшысы етіп тағайындайды. Және ол өзінің осы ұйымға адал болатындығын және Майкиге адал болатындығы туралы ант береді. Әрі қарай бізге Шифую мен Такемичидің қол алысып бір-біріне алғыс білдірген кезін көрсетеді. Және де Такемичи уақыттың келген екендігін түсініп болашаққа аттанады. Қолында қымбат сағаты, қымбат заттарымен және керемет көлікпен олар бір замыққа келеді. Сөйтіп Такемичи ғимараттың ішіне кіріп Шифуяны кездестіреді. Және әрі қарай Досва ұйымының беделді мүшелерінің арасында кездесу жүріп жатқандығын білеміз. Шифуяны көрген Такемичи сәл-пәл таңданысын жасырмайды. Әрі қарай беделді адамдардың қасында не жиналыс болып жатқандығын түсінбесе де Такемичи түр бермей отырады. Осы сәтте Кисаки келеді. Барлығы оған тұрып бастарын иіп тағзым етеді. Кисаки болатын болса Шифуя мен Такемичимен жақсылап тұрып жеке сөйлесу керектігі туралы айтады. Және де олар өткен кеткен туралы жақсы әңгімелер қозғай бастайды. Такемичи болса оның барлығын түсініп отырмаса да я деп өтірік сынай танытып отырады. Әрі қарай бізге Кисаки тұрып барлығы денсаулық үшін деп олар бірге шарапты алып қоюды сұрайды. Және оның алдында ол Такемичи мен Шифуюға өзінің алғысын айтады. Еш нәрседен күдіктенбеген Такемичи мен Шифую олардың барлығы бірге денсаулық үшін деп шараптарды алып қояды. Кейіннен Такемичи есін жиып байлаулы отырғандығын түсінеді. Сөйтсе Кисаки шарапқа ұйықтататын дәріні қосып қойғандығы белгілі болады. Және
және де ол Такемичи мен Шибуяны біраз уақыт санап, Такемичи жүріп кетпес үшін оның сатанынан бір оқ жібереді. Артынша ол өзінің Майкиді және Дракенді өзінің кукласы ретінде пайдаланғандығы туралы айтып, Шибуяның басынан бір оқ атады. Әрі қарай ол тапаншаның басын Такемичиге тақап, "Мені кешір, батырым" деген сөздерді айтады. Осылайша Токиолық кек алушылар анимесінің бірінші сезоны толығымен аяқталады. Арнаға тіркеліп лайк қойып, мені еңбегімді бағалап, видеоның соңына дейін қараған жандарға мыңда бір алғысымды айтатын боламын. Сіздермен болған Anime KZ арнасы, және де келесі видеода кездескенше.